Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл елдер арасында 170 фунт салмаққа дейінгі өтетін тартыс кездесу болмақ. Біздің отандасымыз Николай Веретеневтің UFC-дағы алғашқы дебюті барысындағы қарсыласы атанған американдық Дэнни Барлоу мен оның қарсыласы ағылшын елінің өкілі Паттерсон арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі делік ағылшын жауынгері Паттерсонды фаворит ретінде көріп отыр. Өйткені Паттерсон жалпы тік тұрып соғысу стилінің өте жоғары деңгейде екенін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің жалпы нокауттық күші зор екендігін білеміз. Паттерсонның сонымен қатар джиу-джитсу стилі мен грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Ал американдық Дэнни Барлоудың жалпы тік тұрып соғысу стилі, сонымен қатар бокс стилінің өте керемет жоғары деңгейде екенін білеміз. Бұл кездесуде менің ойымша ағылшын жауынгері Паттерсон американдық Дэнни Барлоуды төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Let's fucking go.